күн, құрметті желі қолданушылары. Тікелей эфирде Ашық әкімдік Әсем Сартбаева мен біздің бүгінгі қонағымыз Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Шабай Баянқұлұлы Тәжіқараев. Шабай Баянқұлұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Енді Ашық әкімдік жобасы жөнінде естіп көрген боларсыз. Енді алдымен алғашқы сауал өзіңізге. Мынау жер жаһанды жайлаған коронавирус пандемия деп жатырмыз. Сол құрылыс саласына қалай әсер етті? Содан бастасаңыз. Ассалаумағалейкум, қадірлі жерлестер, көпшілік. Саламатсыздар ма тағы да? Енді Маңғыстау облыстық құрылыс басқармасының негізгі міндеттері бұл енді облыс көлемінде, Маңғыстау облысының төңірегінде жалпы мемлекеттік құрылыс саласында мемлекеттік саясатты жүргізу болып табылады. Біз енді басшылыққа алатын құжаттарымыз негізі мына мемлекет басшысы мен үкімет басшыларының қабылдаған мемлекеттік бағдарламаларын басшылыққа алып отырып жұмыс жасаймыз. Оның ішінде негізгі біздің қазіргі бүгінгі таңда үй құрылысына қатысты жүріп жатқан нұрлы жер бағдарламасы жүріп жатыр қазір бүгінгі таңда, және ауылдарға қатысты ауыл ел бесігі бағдарламасы жүріп жатыр облысымызда. Сонымен қатар осы өздеріңіз білетіндей осы пандемияға байланысты жұмыссыздықты жою және кәсіпкерлікке қолдау мақсатында қабылданған соңғы кезде жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы жүзеге асып жатыр облысымызда. Енді облыстық басқарма ретінде біздің басқарманың негізгі басты міндеттері бұл аудан қалалардың құрылыс бөлімдерінің жұмыстарын үйлестіру, орталықпен жұмыс жасау, министрлікпен жұмыс жасау, оларға қажетті жобаларды республикалық деңгейде қорғап келу және оларға сұратылған қаржының қажеттілігін және сол жобаның елге қажеттілігін дәлелдеп келу. Негізгі жұмыстар осындай болып табылады. Енді сұрағыңызға байланысты айтсақ, пандемия дейтін ол тек құрылыс саласына емес, қай салаға да өзінің әсерін етіп, зиян тигізіп жатыр. Енді тек құрылыс саласына келетін болсақ, Маңғыстау облысында біз құрылыс тоқтап қалған жоқ. Баяулады, саябырсы деп айтуға болады. Мүлдем тоқтап қалған құрылыс жоқ. Бірақ енді адамның келіп кетуі, жұмыс қол күшінің азаюына байланысты саябырсу әрине бар. Сол жағынан ғана. Сосын кейбір құрылыс материалдарына республикалық деңгейде біздің облысымызда да бағаның осы пандемияға байланысты өсуі байқалды. Ол енді айтарлықтай қатты әсер етті деп бірақ айта алмаймын. Құрылыс тоқтаған жоқ. Жүріп жатыр қазір. Жұмыс күші деп жоғарыда айтып өттіңіз. Жұмыс күші енді бізде шыны керек негізінен Өзбекстан елінің азаматтары ғой. Коронавирус пандемия басталғалы олар өз елдеріне қайта кетті, солай ма? Иә. Жұмыс қалай болды? Біздің жергілікті азаматтар жасап жұмысты. Аталған жоғарыда айтып өттім, аталған бағдарлама, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы осы кемшіліктерді жою мақсатында қабылданған бағдарлама. Ол бағдарламаның өзі осы биыл пандемия басталғаннан кейін жүзеге аса бастады, сәуір айынан бастап. Қазір енді біздің облысымызда 172 нысан жоба іске асып жатыр. Осы оған қаралған қаржы 34 миллиард теңге. Облысымызда 172 нысанда осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жерден де әртүрлі аудан қалалардың негізінен медицина саласының нысандары жөндеуден өтіп жатыр. Және оқу орындарының, мектептердің жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазір мектепке байланысты жөндеу жұмыстары нобайлап аяқталды, ал медицина саласының нысандарына бірен-саран әлі аяқталуы жақын нысандар, жүргізіп жатқан нысандар бар. Негізгі жұмыстар осы атқарылуда. 70-80% жұмыстардың өзі аяқталды деп санауға болады.
Мектеп құрылысы деп жоғарыда айтып өттіңіз ғой. Негізінен Ақтау қаласында 2 мектептің құрылысы, қателеспесем, қолданысқа берілуге жақындап қалды. Ол 34-ші шағын аудандағы 900 орындық мектеп және шығыс 1-дегі 300 орындық мектеп. Биыл жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Қалай жоспарға сәйкес жұмыстар жүріп жатыр ма? Мектеп туралы айтатын болсақ, біз осы құрылыс басқармасы тікелей тапсырыс беруші ретінде биыл біз 2 мектепті тапсырдық. Біреуі Мұнайлы ауданында Батыр селосындағы мектеп, екіншісі Түпқараған ауданында Ақшұқыр ауылындағы мектеп. Біз осы 19 жылға басталған құрылыстар, биыл соны біз толықтай қаржысын игеріп аудандарға тапсырдық. Бұдан бөлек қазір Бейнеу ауданында 2 мектепке жапсарлас құрылыс жүріп жатыр. Оның әрқайсысы 300 орындық болып нетеді. Енді бұл қазір мектептің жетіспеушілігіне байланысты кеңейту мақсатында салынып жатқан шұғыл шаралар қолданылып жатырған. Одан бөлек өзіңіз айтып отырғандай, Ақтау қаласында 34-ші шағын ауданда 1200 орындық мектептің құрылысы аяқталуға жақын. Және шығыс 1 ауданында 300 орындық мектептің құрылысы жүріп жатыр қазір. Енді қазіргі біздің жоспар бойынша екеуі де биыл аяқталу керек. Қаржы бойынша. Әзірге мәселе жоқ қой жерде. Жұмыс жүріп жатыр. Бейнеудегі 2 мектеп биыл бітеді ме? Биыл бітеді. Олар жапсарлас құрылыс, пристройка дейміз ғой. Дайын мектепке салынып жатқан 300 орындықтар, кеңейту мақсатында салынып жатқан құрылыстар, олар биыл бітеді, тапсырылады. Аға, осы орайда облыс орталығы Ақмаржан Ақтау қаламыз күн санап көркейіп өсіп келеді. 34-35 шағын аудандарды қазір барып қарасақ, шыны керек әдемі үйлер бой көтеріп жатыр. Ол көзді қуантады, қуаныштымыз қаламыздың өсіп өстіп көркейіп жатқанына. Бірақ дегенмен осы жаңадан салынып жатқан құрылыс үйдің сапасы қандай? Қаншалықты сапаға мән беріп жатсыздар? Қалай тексерістен өтеді, соған тоқталсаңыз? Енді негізінен құрылыс, қарқынды құрылыс негізі облыс орталығында Ақтау қаласында жүріп жатыр ғой енді. Коммерциялық үйлер деп айтамыз. Қазір коммерциялық үйлеріміз біздің осы жаңа өздеріңіз айтып жатқан жаңа шағын аудандардың барлығында дерлік 6-7 шағын ауданда түгел құрылыс жүріп жатыр. Бұл жерде енді бұл жерде тапсырыс берушілер жеке инвестор, жекелеген кәсіпкерлердің тапсырыс беруші өздері болып саналады. Құрылыс салушылар да өздері таңдалады. Коммерциялық үйге енді үкімет тарапынан бізде тек инженерлік желілерді ғана тартып береміз. Инфрақұрылымды. Ал құрылысты толықтыра өздерінің жауапкершілігінде, оны қадағалайтын бізде құрылысты қадағалау мекемесі бар, бөлек департамент. Және оған бөлек құрылыстың сапасына жауап беретін, соны жобаны сызған авторлық қадағалау болады, және техникалық қадағалау. Осы 3 тұлғаның заказчик тапсырыс берушіні қосқанда 4 тұлғаның қадағалауында солардың және басқарумен қабылданатын нысандар бұлардың барлығы да. Ол әркім өзінің жұмысына жауап береді, неде сапасына. Жобалаушы жобасына техникалық қадағалау құрылыстың нормаларын сақталуын, сақталмауын қадағалайды. Осы жерде әкімдік мамандар қабылдап алады ғой, құрылыс біткеннен кейін. Әкімдік мамандар қабылдап алады. Әкімдік мамандар қабылдағанда, мысалға, жергілікті әкімшілік. Біздің қазір Ақтау қаласындағы бұндай архитектура, Ақтау қаласының қалалық архитектура мамандары қатысады қабылдаған кезде. Нысанның орналасқан жеріне байланысты енді. Ол үй салмастан бұрын арнайы ол жер жер сілкініске дайын ба деген сияқты тексерістен өтеді ғой. Оның бәрі енді біздің жалпы Маңғыстау облысы 6 балдық сейсмикаға болып саналады. Оны енді жобалау кезінде барлығы іздестіру жұмыстары болады, геологиялық іздестіру. Ол жаңағы жер қыртысын зерттеу. Ол кездерде осының бәрі жобалау кезінде проекті басталғанға дейін бұның бәрі анықталатын болады. Бұған бөлек геологиялық отчет есеп жасалынақталады. Оның жер қыртысының әртүрлілігі анықталады. Оның неше жерде, қандай тас жатыр, мысалға борпылдақ құм жатуы мүмкін,
қуыс болуы мүмкін. Оның бәрі геологиялық зерттеу кезінде анықталады. Соған байланысты үстіне тұрғызылатын нысанның салмағы, фундаменті, биіктігі, этаж саны деген сияқты бәрі қабылданатын болады. Ол жобалау кезінде анықталатын жұмыстар. Құрметті желі қолданушылары, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тікелей эфирде Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Шабай Тәжіғараев. Құрылыс саласына қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Шабай Баянқұлұлы, енді жалпы жоғарыда мемлекеттік бағдарламалар жөнінде айтып өттік қой. Соның ішінде нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы біздің өңірде Маңғыстау облысында қалай жүзеге асып жатыр? Соған тоқталып өтсеңіз. Нұрлы жер бағдарламасы Маңғыстау облысында барлық облыстағыдай өте жақсы жүріп жатыр. Мысалға айтатын болсақ, негізінен енді нұрлы жер бағдарламасының жалпы мақсаты біріншіден мына қаржы, үкімет тарапынан қаржы бөлу арқылы үй сатып алуға өзінің үйін жоқ кісілерге үй беру жағдайында жалға беру, жекешелендіру құқығынсыз жалға беруге үй құрылыстарын жүргіземіз. Бұл белгілі бір категория болса? Оның өзінің категориясы бар. Ол әкімшілікке тіркелген болу керек, және ол жаңа тұрғын үй қатынастар заңына байланысты белгіленген бір адамдардың тобы, халықтың. Одан бөлек нұрлы жер бағдарламасы бойынша мына жеке кәсіпкерлердің, үй салам деген кәсіпкерлерді ынталандыру бағыты бар. Ол мына банктер арқылы жүреді. Мысалға бізде даму дейтін финансовый институт бар. Кәсіпкерлікті қолдау. Солар арқылы жүреді. Үшінші бағыты мына жеке үй құрылысын ынталандыру. Оған әкімшілік тарапынан мысалға Түпқараған ауданында Сайын Шапағат елді, Ақшұқыр елді мекендерінде мысалға газдандыру, электр жүйелерімен қамтамасыз ету жұмыстары жүріп жатыр. Алдын ала мысалға солар жүргеннен кейін барып мысалға тұрғындарға үй берілетін болады мысалға. Сондай жұмыстар қазір іске асырылып жатыр облыс бойынша. Биыл енді осы нұрлы жер бағдарламасы бойынша бізден Маңғыстау облысына 3 миллиардтай қаржы бөлінді. 3 миллиардтай қаржы биылға біз тапсырайын деп отқанымыз биыл 419 пәтер. 419 пәтер облыс көлемінде, облыс көлемінде 419 пәтер, оның енді 50% осы көпбалалы аналарға беріледі. 50%. Қалғаны осы тұрмыста аз қамтылған, әлеуметтік аз қамтылған адамдарға ғана беріледі. Ол енді оның категориясы, жаңа айттым ғой, тұрғын үй қатынас заңына байланысты анықталады. Ол жетім балдар болуы мүмкін, ол соғыс ардагерлері болуы мүмкін, ол жаңа асыраусыз қалған, семья мүшелері асыраусыз қалған үйлер болуы мүмкін. Енді бізде бірнеше категория бар ғой онда. Онда енді жергілікті әкімшілікте оның бәрін реттеп отырған кезек бар. Сол кезекке байланысты алынады оның бәрі. Аға, осы орайда республика бойынша біздің облысқа нұрлы жер бағдарламасы бойынша 3 миллиард теңге қаражат бөлінді дедіңіз. Бұл өзге облыстармен салыстырғанда көп пе, әлде аз ба? Енді былай деп айтайық, Маңғыстау облысы биыл мысалға өткен жылы 1 миллион 180 мың шаршы метр үй тапсырды. Өткен жылы. Оның ішінде енді жеке тұрғын үйлер де бар, сосын коммерциялық тұрғын үйлер де бар, және біздің жаңағы үкімет тарапынан бюджеттен бөлінген қаржыға салған тапсырыс беруші үйлеріміз тағы бар. Енді біз сол межені биылда ұстап отырмыз. 1 200 000 шаршы метрді біз осы Маңғыстау облысында тапсыруымыз керек биыл. Жаңа сіз айтып отырсыз, көп па, аз ба деп. Бұл енді Алматы мен Астана қаласынан кейінгі, Нұрсұлтаннан кейінгі 3-ші қала. Сосын тағы бір критерий бар. Мысалға 1 200 000-ді біздің облысымызға бөлетін болсақ, 700 000-ға. Жан басына шаққанда біз облыстардың ең алдыңғы қатарларын бірінде боламыз. Алматы мен енді білмеймін, біз Астана мен тепе-теңге жақын келе жатырмыз.
енді сәл аз болуы да мүмкін. Енді қазір Астанада да құрылыс жақсы жүріп жатыр ғой енді. Бірақ олардың енді халық саны сәйкесінше бізден көп әрине. Бірақ енді біздің 700 мың халыққа облыс орталығына бұл үлкен нәтиже деп есептеймін. Сондай жетістіктеріміз бар енді. Иә, Маңғыстау облысы Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан кейін құрылыс бойынша 3-ші орында деп. 3-ші орында да біз оны кәдімгідей толық айтуға құқығымыз бар. Жаңалықтардан да айтып жүрміз. Аға, осы орайда енді мынау ашық әкімдік жобасын жоғарыда айтып өттім, негізгі мақсаты тікелей эфирде желі қолданушыларына өзіңізге сұрақ қоюға мүмкіндігін жасау. Осы орайда сұрақтарға кезек берейін. Зиза Мұнатбаева апамыз белсенді желі қолданушысы. Армысыздар маңғыстаулықтар, бүгінгі спикерге сәттілік тілейміз. Сұрақ дейді: Маңғыстау облысының барлық аудандарында фабрика салынады деген ұсынысым бар. Салынса деген. Мысалға алғанда Мұнайлы ауданында халық көп шоғырланған. Егер де фабрика салынса, жұмыс көзі ашылып, өзекті мәселелері шешілер еді дейді. Фабрика болғанда бұл қандай фабрика айтып отырған? Бұл енді фабриканы бәрі тігін фабрикасы ма, ол құс фабрикасы ма, мен білмеймін қазір сіз не айтқыңыз келіп отырғанын. Ұсынысы ғой апамыздан. Иә. Енді жұмыс көзін ашу деген мәселеден шыққан болу керек сұрақ. Содан туындап отқан сұрақ қой. Енді ондай жұмыс көзін тек фабрика емес, кез келген жұмыс көзін үкімет тарапынан қазір қолданып жатыр. Ол енді қазір кез келген әкімшілік, мысалға фабрика демекші, қазір айта кетейік, осы Ақтау агро дейтін үлкен жоба бар қазір. Құс фермасын Түпқараған ауданында салынып жатыр. Оның құс азығын дайындау Мұнайлы ауданында салынып жатыр өзінің несі. Енді бұл жерде үкіметтің қандай қатысы бар? Бұл негізі жеке инвестордың қаржысы, салынып отырған құс фабрикасының қаржысы, инвестордың ақшасы түгелдей. Бірақ осы инфраструктура түгел тартып беріп отқан түгел мемлекеттің тарапынан. Ол 900 миллионның жобасында үкімет осы құс фермасына арнап инфраструктура тартып беріп жатыр. Бұл енді үлкен көмек деп ойлаймын бизнеске. Енді құс фабрикасы салынып жатыр деп жатсыз, қанша адам жұмысқа жұмылдырылды? Құрылысына қазір енді ол жерде жұмылдырылып жатқан адам құрылыс кезінде көп болмауы мүмкін. Егер де ертең іске қосылып, енді жыл аяғында қосылады деген жаңағы инвестордың өзінің жоспары бар. Қосылған кездегі алынатын адамдар ол жерде 500 ба, 1000 ба сондай жобада айтып жүр енді. Мен қазір енді толық ақпарат қасымда емес. Енді үлкен 5 миллиардтай қаржы құйылып жатқасын, енді ол үлкен жұмыс орны деп есептеймін. Көрген боларсыздар, жолда 43-ші километрде орналасқан құс фермасы салынып жатыр. Қазір біз соның инфраструктурасымен айналысып жатырмыз қазір. Газ тарту, су тарту, электр желілерімен жабдықтау деген сияқты. Осындай жобаларымыз бар қазір. Бизнеске көмектесу бойынша. Рахмет. Мұнайлы ауданында заманауи аурухана жобада бар. Қаражат көзі қарастырылып жатыр деген. Мұнайлыда қашан заманауи аурухана, емхана салынады дейді. Аудандық емхананың жобасы аяқталғаны рас. Біздің қазір қолымызда сараптаманың қорытындысы бар. 11 миллиард қаржыға шығып тұр қазіргі бүгінгі таңдағы құны. Біз енді қазір дәл қазір басталып кететін, қазір бізде бюджетте бұны көтеретін енді бүгінгі таңда қазір мүмкіншілік жоқ. Жалпы біз қазір министрлікпен жұмыс істеп жатырмыз бұл жөнінде. Ұсыныстар берілді, бюджеттік өтінімдер қазір Астанада. Осы күні кешеде біз сол туралы министрлікпен хат алысып, хат берісіп жұмыстарын жасастық. Өйткені оларда қазір осы бюджеттің нақтылауы болайын деп жатыр. Осы жақын арада. Сол кезде ұсыну мүмкіншіліктері бар. Ал енді қаржы бөлініп нетіп жатса, біз тағы да толығырақ ақпарат беретін боламыз. Бірақ жобамыз дайын қолымызда. Инвесторға байланысты. Инвестор келіп салам десе де, оны да біз қарауға дайынбыз жалпы. Қаржы қайдан келеді? Бұл жерде қаржының көзі маңызды емес, тез салынып, халыққа қызмет етуі ғой. Инвестор болама, бұл жаңағы
басқа спонсор бола ма, болмаса республикалық қаржы бола ма. Осы үш бағытта да жалпы қарастырылып жатыр мүмкіншіліктері. Қайсысы бірінші болады, жүзеге асырылу керек. Осы орайда инвесторлар деп жатырмыз, демеушілерді тарту бағытында қандай жұмыстар жасалып жатыр құрылыс саласында? Енді бізде мына жер қойнауын пайдаланушылар бар. Мысалға, енді қазір бүгінгі таңда негізгі бюджетке көмектесіп жатқан енді мына Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамы бар. Сосын мына Енкок мекемесі бар ғой. Енкок мекемесі осы қазір өздеріңіз естіп біліп жатқан шығарсыңдар. Мына онкологиялық орталық бар бірінші шағын ауданда. Соның қаржысын толықтай қаржыландырып шықты. Енді қаржы қазір енді мед құрылғылардың, оборудованиялардың әлі толық келіп болған жоқ, бірақ құрылысы толықтай негізгі жұмыстары бітіп тұр. Алыс шетелдерден келетін жаңа пандемияға байланысты кішкене кідіріп қалған мед оборудованиялар бар. Олар енді осы қазан, қараша айларында түгел келіп нысанның басында орнатылуы керек. Және оның техникалық жабдықтау ғой. Техникалық жабдықтау және ол және қымбат мед оборудованиялар. Олар сырттан шетелден келетін болғасын кішкене кідіріс болып жатыр. Енді өзіңіз білесіз ғой, енді қазір жаңа ашылып жатыр шекаралар. Соған байланысты кідіріс, былай кідіріс жоқ. Ол енді жылдың аяғына шейін толықтай қамтамасыз етіліп, кәдімгі жұмысын толықтай атқаратын болады. Бүгінде онкология қазір өзінің бұрынғы келатқан адамдарын қабылдап жатыр. Ол жерде жұмыс қабылдайтын мүмкіндік бар, жұмыс жасап жатыр. Бірақ жаңағы бір-екі оборудованияның әлі толық аяқтауымыз керек. Осы орайда шетелдік инвесторлар Маңғыстаудың құрылыс саласына қаншалықты қызығады? Қызығады? Қызығып, өздері мысалы инициатива дейміз ғой, біз осындай зауыттың осындай фабрика. Оған енді өздеріңіз күні кешегі осы июль айында, шілде айында тапсырылған Риксис қонақ үйі өздеріңіздің көз алдарыңызда салынды. Бір жылдың төңірегінде, жыл жарымның төңірегінде салынып бітіп тапсырылды. Оған келген адамдардың, енді халықтың бәрі қазір әлеуметтік желіде бәрі көріп отыр ғой. Орын таба алмай кіретін сондай қарбалас сәтке тап болып жатыр. Дәл сондай ол құрылыс әлі жалғасын табатын болады. Өйткені инвесторлар бұл жерде пайда көзі бар екенін көрді бүгінде. Бұдан бөлек бұл түріктік фирманың инвестор түріктік фирма ғой енді. Түркиядан келген. Бұдан бөлек қазір өзіміздің қазақстандық кәсіпкерлерде қызығушылық танытып жатыр. Өйткені о жақта қазір бүкіл инфраструктура бар, дайын. Жол, 4 жолақты жол, су, газ, электр желілері толық шешілген. Осы бүгін ертең кәріз суларын тазалайтын құрылғылардың да жобасы басталады уже о жақта. Сонда бұл жерде ешқандай мәселе болмайды туризмнің дамуына. Сондай жұмыстар жүріп жатыр. Сосын кейбір жұмыстар енді әлі меморандум жағдайында қол қойылуын күтіліп тұрғанда жобалар бар. Енді ол бәрі алдын ала асығыс айтуға болмайтын шығар. Жалпы біздің теңіз жағалауымыздың болашағы зор деп айтуға болады. Осы орайдағы жоғарыда 419 пәтер биыл жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп айтып өттіңіз ғой. Соның ішінде аймақтағы жалдамалы пәтерлер кімдерге беріледі, қашан беріледі? Айттым ғой, жаңағы бұл жерде енді 144 пәтердің құрылысы Ақтауда 19 шағын ауданда тапсырылды, 19 А шағын ауданында. Оны өткен Конституция күніне өңір басшысы өзінің лентасын қиды. Соны одан бөлек 144 пәтер Жетібай кентінде бар. Қарағия ауданында жылдың аяғы үшін тапсырылатын. Одан бөлек 48 пәтер мен 16 пәтер Түпқараған ауданында, Форт Шевченко қаласында. Сосын біздің Мұнайлы ауданында тағы да бір 67 пәтеріміз бар. Ол да жаңағы жалға берілетін пәтерлер. Осындай құрылысы жүріп жатыр ма, аяқталды? Құрылысы жүріп жатыр. Осы жылдан кейін аяқталу керек оның бәрі де.
Бұл үйлер енді негізінен кімдерге беріледі? Мемлекеттік қызметшілерге ме? 50% көп балалы аналарға беріледі. Қалған 50%-ын жергілікті әкімдіктер шешеді. Мемлекеттік қызметші бар, жаңағы жетім балалар бар ма, әлеуметтік аз қамтылған топтарға берілетін үйлер ғой. Түсінікті, рахмет. Осы орайда жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы бар. Маңғыстау өңірінде қалай жүзеге асып жатыр? Жұмыспен қамтудың жол картасы жаңа айтып өттім, бұл енді біздің облысымызда бұл жұмыстарға 34 миллиард қаржы қарастырылған. Бұл жобаларды 172 нысанмен жүзеге асып жатыр. Қазір бұл облысымыздың барлық аудан қалаларында жүріп жатыр. Барлық аудан қалаларында. Бұның ішінде енді ірі жобаларға келетін болсақ, жаңағы құс фермасының электрмен жабдықтау жобасы бар, үлкен ірі ферма. Сосын Маңғыстау ауданында Онда ауылында ауылдық амбулатория құрылысы жүріп жатыр. Дәл сондай ауылдық амбулатория құрылысы Қызылсай елді мекенінде, өзенде басталатын болады. Осындай құрылыстар жүріп жатыр. Аудан қалаларда жаңағы медициналық нысандар жөндеуден өтіп жатыр көптеген. Мектептеріміздің жөндеуі өтті. Біздің Ақтау қаласының өзінде қазір 29 шағын аудандағы 28 мектептің жөндеуі өтті, күні кеше осы тапсырылған. Сосын біздің 15 шағын ауданда IT мектеп дейтін бұрынғы экономический лицей. Оның да қазір құрылыстар аяқталуға жақын, жөндеу жұмыстар. Толық кәдімгі капремонт дейміз ғой, толықтай жөндеу. Рахмет. Менің ұсынысым дейді, Маңғыстаудың барлық аудандарында ауруханалар салынса екен. Және де перинатальный центр, бала мен ана орталығы салыну керек. Бұл халық тұрғындар сұранысы. Осы өзекті мәселесін шешсеңіздер деген ұсыныс айтқым келеді дейді. Енді әрине ондай барлық аудан қалаларда бір мезгілде енді ауруханалар салып тастау бір күннің жұмысы емес. Бірақ енді алғы шарттар бар. Ана мен бала енді бізде Ақтау қаласында бар, өздеріңіз білесіздер, 34 шағын ауданда. Одан бөлек қазір жеке кәсіпкерлікпен бірігіп бір 300 орындық аурухананың, емхананың құрылысын салам деген инвестор бар. Ол өз қаржысынан мемлекетпен бірігіп салатын. Ақтау қаласынан? Иә, Ақтау қаласынан, 34 шағын ауданнан салғысы келіп жүр, сондай ұсыныс бар. Одан бөлек енді мына кешегі індетке байланысты облысымызда, облыс орталығында бірінші шағын ауданда инфекциялық аурухананың құрылысы жүріп жатыр ғой. Модульді. Иә, модульный, тез салынбалы 200 орындық арналған кроватьқа, кереуетке. Бұл жұмыстар өте қарқынды жүріп жатыр. Осы қазан айында тапсырылады деп күтіп отырмыз. Бұл жерде енді барынша тез жүріп жатыр. Ешқандай кедергі жоқ құрылысқа. Құрылыстың жүргізушісі кәдімгі республикаға белгілі BI Group деген компания. Енді ол барлық қала аудан қалаларда жұмысын жүргізіп жүрген республикаға белгілі үлкен компания. Сондықтан ол жерде біз өте тез жақын арада тапсырылады деп күтіп отырмыз. Түсінікті, рахмет. Аға, осы орайда енді жоғарыда айтып өттіңіз ғой, бізде құрылыс саласы қарқынды дамып жатыр, жүргізіп жатыр деп. Бірақ дегенмен облыс орталығында Ақтау қаласында салымшылар дейміз, дольщиктер бар. Үйлерін, яғни қаражатын үй алуға салып, не құрылыс компаниясы жоқ, ақшасын не үйі жоқ, осындай жағдайдағы көп азаматтар бар. Соларға осы тікелей эфирді пайдаланып не айтар едіңіз? Бұндай жағдаймен жалпы таныссыздар ғой. Жалпы енді бұл үлескерлер мәселесі дейтін бар ғой. Үлескерлер мәселесінің енді кез келген бізге енді қаншама арыз түседі, оның әрқайсысының өзінің тарихы бар. Бірақ көп мезгілде бұл енді қаржылық сауатсыздық содан туындап жатқан нәрсе негізінде. Бұл жерде енді адамдардың сауатсыздығын, қаржылық сауатсыздығын пайдаланып, былай қарағанда құрылыс мекемелері заңсыз қаржын тартатта ешқандай міндеттеме алмайды.
тек қаржыны алдым деген мысалға бір алдын ала келісім шарт жасайды. Алдын ала келісім шарт көбіне көп ол жаңағы құрылыс салушының мүддесін көздеп тұр да. Ал сотқа барғанда да мысалға ақша салушының ешқандай несі қорғалмаған. Ол енді былай қарағанда заңсыз нәрсе. Өйткені қаншама мысалға облыстық прокуратура бойынша да қалалық архитектура қаншама жұмыстар жүргізілді. Облыстық архитектура біздердің тарапымызда мысалға. Әр жерде хабарландырулар бар, баннерлер ілулі тұр. Құрылыс салушыға, үлескерлерге былай қарағанда естелік та, түсіндіруші жұмыстарын. Соның ешқайсысы сақталмай тұр. Өйткені бұл жерде құрылыс, бұл үлескер құрылыстың негізгі үш алғы шарттары не? Бұл жергілікті үкіметтен рұқсат алу. Рұқсат алу үшін қалай алады ол? Бірінші бағыт бойынша мысалға құрылыс салушы ол сол үйдің түгел қаңқасын салу керек. Жобасын, иә, түгел. Содан кейін барып жергілікті үкіметке тіркеліп, жергілікті архитектуралық органнан рұқсат алу керек. Ары қарай үлескерлердің қаржысын тартуына. Бұл бір бағыт. Екінші бір бағыт бар, ол жалпы финансовый қорлар бар ғой, соның қаржысын тарту арқылы. Оның бірақ ол жерде жаңағы кепілдемесін алу керек. Ол кепілдеме алған фондтың мойнында болады. Мысалға кепілдеме алса, ол сол үйдің оның міндеттемесін, үлескердің алдындағы міндеттемесін ол қордың алдында тұрады міндеттемесі. Бірақ олдай жолдармен қазір бізде Маңғыстау облысында алып жұмысты жүргізіп жатқан мекеме жоқтың қасы жоқ деп айтуға болады. Мына салынып жатқан құрылыстың бәрі сондай келең алдын ала келісім шарттар жасау, сосын жаңағыдай қарызға ақша беру, ақша алу, келісім шарттарын жасау, сондай жолдармен жаңағы үлескерлер жағын қысқаша айтқанда айналып өтіп өтер. Сондай жолдармен жасалады да, сосын артынан қаржымды қайыр деп келген кезде бұл жерде ешқандай тетік болмай қалады ақшаны қайыратын. Дәл сондай мысалға айта кетейік, бұл жерде мына Махаббат деген бізде бар. 17-ші шағын ауданда. Самғау деген. Махаббаттың жағдайы қазір енді ол бірнеше адамның қаржысын тартқан. Бұл жол Махаббат бойынша бірнеше қалалық әкімшіліктерде жиналыстар болды. Прокуратурада осы немен айналысты. Қазір бүгінгі таңда бұл Махаббат кешені туралы бұл қазір қылмыстық іс қозғалып жатыр. Бұл жаңағы алдап, арбау, ақшасын алу деген неде. Сондай статьямен қозғалып жатқан іс. Мошенничество дейді ғой. Сондай немен алдап, арбаумен біреудің ақшасын, қаржысын тарту. Сол мәселемен қазір бүгінгі таңда қылмыстық іс қозғалып жатыр. Енді ол қалай шешіледі, қалай оны енді болашақ көрсетеді. Қазіргі бүгінгі таңдағы несі сол қылмыстық іс қозғалып жатыр. Бұған дейін ондай қылмыстық істер қозғалмаған, ол ешқандай тетік болмаған. Сондықтан ол қазір көп мекеменің, көп үлескердің алданып қалу себептері де сол. Қазір енді бір жақсылап қолға алынды. Жаңа сіз айтып отқан Самғауда да онда да үлескерлер бар. Ол жерде жалпы заңсыз басталған құрылыс. Жердің өзінің нысаналы пайдалану мақсаты не? Үйге берілмеген. Ол соның басқа коммерциялық тұрғыда мысалға нысан салу керек еді. Оған мысалға кәсіпкер үйдің құрылысын бастап кетіп отыр. Бұл да заңсыз құрылыс, бұл да қазір тоқтап тұр. Бірнеше рет сот процестері өтті бұл тақырып бойынша. Әлі соттың жоғарғы инстанцияларға шағымдану жүріп жатыр. Бұл жермен енді қазір тікелей айналысып жатқан қалалық архитектуралық сәулет бөлімі. Сонда өңір тұрғындарына айтарыңыз, қандай да бір үй алмастан бұрын құрылыс мекемесінен құрылыс салуға рұқсат деген әкімдіктен қағазды талап ету керек қой. Жоқ, енді қағаз талап еткенде қағазды тіпті бермейтін болса, арнаулы органдар бар. Прокуратураға барса да түсіндіріп айтады. Біздің облыстық құрылыс басқармасына да келсе де түсіндіріп айтады. Қалалық
архитектура сәулет бөлімдеріне барса да түсіндіріп айтады. Ол ешқандай тіпті немес, былай қарағанда қиын нәрсе де емес. Бірақ жаңағы адам сан соғып ақшасын артынан ақшаны төлеп тастағасын келіп тұр ғой. Енді ол жаңағы айтқан біздің қаржылық сауатсыздығымыз өзіміз жасап жатқан нәрсе, енді былайша айтқанда. Аға, енді осы орайда арнайы бізде бір сайт бар ма? Мысалы, қандай да бір ЖК махаббат дейміз, мысалы, махаббат тұрғын үй кешені. Бір сайтқа кіріп, осы ЖК-ны салуға рұқсаты бар ма, жоқ па, соны көреді. Немесе тізім бар ма бізде? Тізім әрине бар. Оны қайдан көре алады? Оны енді қазір қалалық архитектуралық бөлімнен білу керек болуға болады. Біздің жергілікті органдардың. Ақтау қаласының қалалық сәулет құрылыс бөлімінен білуге болады. Арнайы тізімді сұрап, қандай? Кімде рұқсат бар, кімде рұқсат жоқ деген. Түсінікті, рахмет. Аға, енді жалпы құрылыс саласы жөнінде айтып жатырмыз ғой. Өзіңіз айта алмай қалған қандай да бір маңызды жобалар бар ма бізде құрылыс саласында? Облыс көлемінде. Үлкен ірі жобалар болса. Енді біз енді Ақтау қаласы өсіп келе жатыр қазір. Ақтау қаласы өсіп келе жатыр. Бізде мына кәріздік су жүйелерін тазалайтын қондырғымыздың құрылысы басталу керек. Бізде енді қазір бірінші 30 мың кубқа арналған кәріз жобасын тазалау құрылыстары бар. Дегенмен де мына құрылысты қаламыздың мына өсу қарқынына байланысты біз соны ұлғайтсақ па деп екінші кезеңінің жобасын қазір біз республикада қорғап жатырмыз. Қазір мына сараптама өтсе, оның да құрылысы басталатын болады. Оған да қызығушылық танытып отқан кәсіпкерлер бар. Өйткені оның ақша салып, ақша қайтаратын тетіктері көріп отыр олар. Сондай бұл енді бүкіл мына Ақтау қаласының кәріз жобаларына қатысты. Бұдан бөлек жаңа айттым ғой, теңіз жағалауындағы кәріз желілерін су құрылғылары, кәріз суларын тазалайтын қондырған құрылыс басталу керек үлкен жобалардан. Олар енді халыққа қажетті, кәдімгі негізгі жоба. Одан бөлек енді біздің мына қаламыздың өсуіне байланысты облыс орталығының бүгінгі күнде қазір жылу, судың жетіспеушілік нелері байқалып жатыр. Осы биыл ыстықта, мысалға Ақтау қаласында су жетіспеушілігі байқалды тұрғындардың. Ақтау қаласы мен шеткі Мұнайлы ауданында ондай случайлар болды. Бізде қазір осы екі мәселе бар, біреуі жылу мәселесі, біреуі су мәселесі мысалы. Енді жылу мәселесімен бізде қазір мына аудандық қондырғының жобасы жүріп жатыр, жылыту. Осы жаңа аудандардың үйлерінің жылу берумен қамтамасыз ететін. Соның ол да енді қаржысы аз болып шықпайды. Соған үлкен ертең республика тарапынан қолдау тапсақ, үлкен жоба іске асатын болады сондай. Одан бөлек енді суға қатысты да 3-4 жобаның жұмысы жүріп жатыр. Бұл енді қазір енді мына энергетикалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық негізінен айналысып жатыр. Бұл енді мына Кендірлі аймағынан су тұщыту зауытын, мысалға мына Құрықтан су тұщыту зауыты деген сияқты. Сосын мына біздің мына Қаражанбаста су тұщыту зауытын нелер мұнайшылар өздері салмақшы. Егер де олардың бәрі іске асатын болса, сосын мына біздің Каспий су тұщыту зауытымызда да оның көлемін көбейту жұмыстары жүріп жатыр. Осылардың бәрі іске асатын болса, мысалы мына Маңғыстауға келіп жатқан негізгі біздің мына су алып отқанымыз мына Еділдің Волга дейміз ғой енді. Еділден келіп жатқан суға мына Қиғаш, Аңқышлақ деп трубопровод деп айтамыз ғой. Сонымен келіп жатқан судың көбі босайды. Егер де мысалға әркім өзіне су тұщыту қондырғыларын қондырып мысалға өзіне өзі қамтамасыз ететін болса, онда мына Ақтаудың үлесіне жаңағы келіп жатқан Еділден келіп жатқан судың үлесі көбейіп, бұл жерде судың бір артықшылығы пайда болар еді. Сондай жұмыстар жүріп жатыр енді облыс көлемінде. Бізге керегі енді бүгінгі таңда сол су мен жылу ғой. Құрылысымыз қарқынды жүріп жатыр.
жылуды біз енді үлгеруіміз керек. Қалайда? Аға, осы орайда желі қолданушыларының сұрақтарына көшсек, Медет Абуғалиев, неге әрбір құрылыс мекеменің салынып жатқан паспорт объекті деген жерге үлкен қызыл әріппен бұл құрылыс нысанында үлескерлерді тартуға құқығы жоқ деп жазбасқа, немесе сату бөлімінің қасына билборд қоймасқа дейді. Ондай ұсыныстар түсті. Бұл ұсыныстарды біз бердік қазір қалалық әкімшілікке, арық сәулет бөліміне. Медет Абуғалиев деп отқан бұл тұрғын үй жинақ банкісінің бастығы ғой. Ол өзінің несінде енді бұл жерде банктің де мүддесі бар шығар. Сосын қойып жатқан сұрағы ғой енді. Рахмет аға. Нұркамал Аязбаев ағамыз, қазір көптеген үйлер қарала, яғни черновой күйде тапсырылуда. Бұл біріншіден құрылыстың сапасы салынуына келсе, екіншіден жөндеу жұмыстарын жүргізгенде көптеген шығындарға әкеледі. Тапсырылатын үйлерді жылу батареяларын жүргізіп тазалау күйінде тапсыруға міндеттеуге болмай ма дейді. Енді міндеттегенде бұл жерде қазір заңда қайшылық жоқ. Черновой депен сату дейтін бар ғой мәселе. Ода қазір енді заңмен қайшылық қарастырылмаған, бұған енді шектеу жоқ. Сондықтан кез келген мысалға мына құрылыс салушы өз шығын азайту мақсатында үйді осылай немен тапсырады. Осы орайда әкімдік тарапынан сол құрылыс компаниясын бір міндеттеуге құқыларыңыз бар ма, қалай? Ондай құқық жеке чистовой дейміз ғой, тазалау күйінде тапсыруына. Ол егерде тапсырыс беруші біз болып атсақ, үкіметтің қаржысына, бюджеттің қаржысына салынған, әрине ол тазамен тапсырылады. Бірақ жаңағы жеке кәсіпкердің, коммерциялық үйдің чистовой несін тапсыртып сұрауға, оны біздің ол жерде біздің құқымыз жоқ. Заң тарапынан біз ол жерге бара алмаймыз қазір бар. Айтып. Ол өйткені жеке кәсіпкердің қаржысына қол сұққанмен бірдей болып қарастырылады. Түсінікті, рахмет. Аға, жоғарыда айтып өттік, Маңғыстау облысы Нұрсұлтан, Алматы қалаларынан кейін құрылыс саласы бойынша 3-ші орында деп. Енді осы орайда маман тапшылығы, енді қаншама құрылыс салынып жатыр, бізде бар ма, байқала ма, жергілікті азаматтар жұмысқа қамтылып жатыр ма, әлде шетелден еңбек көзін тартып жатырмыз? Маман тапшылығы әрине бар. Маман тапшылығы ол кеше осы мына індет басталғанда қатты байқалды, білінді ол кезде. Осы кезде білінді. Алдында енді біз көп байқалмайтын еді, өйткені бізде сырттан келуші құрылыс мамандары көп қой. Оның кеше осы індет басталғанда байқалды, оның бар. Енді ол енді біз болашақта мысалға оқу органдарымен, оқыту нелерімен, колледж, кәсіптік оқу орындарымен бірігіп негізі осы бағытта бір жұмыс жасалу керек. Енді қазір ондай тапшылық бар, керек және. Қазір көп мамандыққа бізде маман дайындалмайды. Ондай сұраныс бар. Егерде жергілікті кәсіптік училищелер, мысалға нелер, оқыту органдары, колледждер дайындайтын болса, ондайды біз ұйымдастыруға болады, мысалға құрылыс мекемелерімен келісімшарттар жасасып деген сияқты. Осы орайда World Skills деген байқау бар ғой, жыл сайын өтетін республика көлемінде. Мынау жұмысшы мамандықтарына басымдық беріп, дәнекерлеуші, құрылысшы мамандықтарын дайындайтын. Біздің облыста сол оқу орындарымен келісуге болмай ма? Мамандар тартып. Енді оқу орындарында болатын шығар, енді оны мен қазір нақты айта алмадым, енді оны жұмыстану керек онда. Оны неге егерде келісім шартқа отыратын болса болады деп ойлаймын. Рахмет. Осы орайда тағы бір сұрақ. 19-шы шағын ауданда жалғыз мекеме XCOM деген интернет жүйесін жүргізіп отыр. 10 күннің ішінде интернет жүйесін қондырады. Неге басқа мекеме кірмей жатыр дейді? Оны енді интернет желісі бойынша қазір анықтау керек. Оны мен XCOM ба басқа ма, оны қазір айта алмадым толық. Бізде 19 шағын аудан деген қазір құрылысы толық аяқталмаған аудан ғой. Ол жерде 2-3 нысан тек тапсырылып, жаңа ғана тапсырылып жатыр оның айналасында. Негізінен ол жерде тек құрылыс нысандары.
Бірақ енді неге тек интернет бір мекеме дегенге оны анықтау керек. Иә, толықтыра кетіпті, себебі жалғыз мекеме болғандықтан үлгермей жатыр. Қазір өзіңіз білесіз, оқу онлайн дейді. Шынымен мектеп оқушысы бар отбасыларға бұл қиындық туғызады әрине. Енді интернетпен қамту бұл сұрақ енді маған тікелей қатысты деп айта алмаймын, бірақ анықтауға болады. Өзінің тікелей айналысып отқан басқарма басшыларымен, мамандарынан сұрап білуге анықтауға болады. Аға, енді құрылыс саласы жөнінде айтып жатырмыз, көптеген үйлер салынып жатыр. Осы құрылысқа қажетті заттарды, яғни өнімдерді біз қай жақтан алып жатырмыз? Жергілікті өнім қолданыла ма? Бізде бірнеше зауыттар бар арнайы экономикалық аймақта. Әрине, бізде енді негізгі құрылысқа қажетті нәрсенің бәрі біздің өз өңірімізде. Енді өзіңіз білесіз, Маңғыстаудың бірінші басты байлығы ұлы тас. Бұл енді бүкіл 50-60 жылдық тарихы бар құрылыс саласында бірден бір қолданылып жатқан біздің құрылыс материалымыз ғой. Ол енді өзіңіз білесіз, бүкіл Маңғыстаудың бәрінде бар. Ол жағынан бізде кірпіш жағына тапшылық жоқ. Екінші, құрылысқа пайдаланылатын бетон. Бетон неден жасалынады? Бетон, цемент, қиыршық тас, қиыршық құм дейміз, ПГС дейміз. Оның барлығы біздің өз өңірімізде бар. Мысалға, мына Шетпенің Қаратауында өзіміздің қиыршық тасымыз шығады, шебін. Сементіміз, өзіңіз білесіз, заводымыз бар. ПГС құм қиыршықтары даладан әкелінбейді. Онда оны өзіміздің өңірдің кәсіпкерлері жерден өндіріп отыр. Бетон жағынан да бізде не жоқ? Тапшылық жоқ. Тапшылық жоқ. Сосын жаңағы бетондық өнімдер, үйдің жабындары, плиталар, мысалға. Оларға да бізде қазір үлкен біраз мекемелер плита шығарумен айналысады. Өзің айтып отқан арнайы экономикалық аймақта да бірнеше кәсіпкер, заводтар өзінің өнімдерін шығарып, қазір мына біздің салынып жатқан жеке құрылыс болсын, үкімет тарапынан салынып жатқан құрылыс болсын, бәріне де әкеліп тапсырыс беріп отыр оның бәрінде. Енді бізде тек біз сырттан әкелінетін материалдың бірі біздің металл өнімдері. Бұл жерде арматура, мысалға швеллер дейміз, двутабр дейміз, осындай материалдар бізде сырттан келеді. Оны біз мойындауымыз керек. Олар негізінен Ресейден келеді, негізгі бөлігі. Сосын шетелден де келетін шығар, енді мен точно білмеймін, бірақ осы негізгі біздің мына поставщиктер Ресей. Сосын уақыт нәрселер болуы мүмкін. Мысалға ненің унитаз, мысалға ванна, кафель, мысалға зарға жапсыратын. Ол өзге облыстарда? Өзге облысы бар, шетелден де келеді ол. Бұлар енді біздің өз облысымызда шығып, бір өндіріп атқан ондай кәсіпкеріміз әзірге көп емес. Сондай, ал негізгі құрылысқа қатысты ол сырттан келмейді. Жаңа айтқан тек арматура мен не? Бізде көбіне сырттан келетіндер. Қалған барлығы жергілікті өнім. Жергілікті өнім деп толық айта аламыз, иә. Аға, енді біз тікелей эфирде міне 1 сағаттың көлемінде екенбіз. Желі қолданушыларының сұрақтары да жоқ, бірақ дегенмен алдағы уақытта сұрақтар туындап жатса, қандай байланыс нөміріне хабарласу керек, соны айтып өтсеңіз. Енді әлеуметтік желіде ме, әлде мен өзімнің жеке телефонымды қалдырайын? Жеке телефоныңыз, арнайы парақшаңыз бар шығар құрылыс басқармасына? Жоқ, құрылыс басқармасы әрине бар ғой, Фейсбукта бар, құрылыс басқармасының парақшасы бар. Сосын сайтта бар ғой. Сосын жеке телефонымды қажет десе, Фейсбукқа жазып қалдыруға болады. 775-280-48-85. Бұл жеке телефоным. Жақсыға уақытыңызды бөліп бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге рахмет айтамыз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз, абыройыңыз арта берсін. Рахмет. Құрметті желі қолданушылары, осымен бүгінгі жобамызды аяқтаймыз. Жақсылықта жолығайық.